Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік? Бүгінгі ұсынайын деген әңгімемнің бас жағы тақырыбы жиренше шешен. Жиренше шешен жайлы ақпарат аз емес, бірақ көпке жайылған әңгіме, қысқа да нұсқа әңгімелері жастарға азық болатындай жақсы тақырыппен, жақсы мағынамен айтылған әңгімелер көп екен. Соны сіздермен бөлісейін дедім. Жиренше шешен қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиеті арқылы халық арасына атақ даңқы кеңінен жайылған айтулы тұлға. Оның туған жылын, қай сатыдан шыққанын, өмір жолдарын дәл тауып айту мүмкін емес. Өйткені жиренше шешен халық ауыз әдебиетіндегі алдар көсе, Қожанасыр тәрізді аңызға айналып кеткен фольклорлық бейне. Аңыздар бойынша ол Әз Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген. Жиренше шешен сол Әз Жәнібектің сарай биі, шешені болғанға ұқсайды. Өйткені халық аузында да, тарихи шежірелерде де екеуінің есімі қатар аталып отырады делінген. Сол Әз Жәнібек ханның тұсында, қасында бірге жүрген кездеріндегі қысқа әңгімелері былайша боп келеді. Бір адам осы жиреншені әркім мақтайды, жиренше сөзден сүрінбейді және сұраған нәрсесін бәріне табан астында жауап айтады дейді. Мен де барып сөз сұрап көрейінші деп жиреншеге келіпті. Әу жиренше, сізді әркім бір мақтайды, шешен білгіш дейді. Қане білгіш болсаң, тесіктеу қайда? Соны айтшы дейді. Тесіктеу мына тұрған қызыл төбешіктің астында дейді жиренше. Сонда әлгі кісі төбешік деп қайталап айтады да, ол төбешігің ал емес, алыс па, жақын ба деп сауалдайды. Сонда жиренше шешен, алыс емес, тиіп тұр, жүр үйге кірелік депті. Үйге кірген соң жиренше әйеліне, мына кісіге сусын бер дейді. Әйелі сусын әкеліп, әуелі күйеуіне, содан соң қонағына ұсынады. Жиренше сусын құйылған тостақанды ұстап отырып, міне тесіктау, 5 тұлпарға мінесіз, қызыл төбешіктің астындағы тесіктаудан былай өтесіз деп тостағандағы айранды сіміріп салыпты. Сонда әлгі кісі, тесіктау деген тесік тамақ екен ғой, енді еш нәрсе сұрамай-ақ қояйын. Жиренше, рахмет, қош аман бол деп қайтып кетіпті дейді. Келесі бір әңгіме былай. Әз Жәнібек хан ноғайлы жұртымен бірге Қалмақ елінде қоса билеп тұрған кез екен. Ол ел тағдырын 12 бимен ақылдасып шешіп отырады екен. Бидің үлкені баяғы жиренше билердің білгірлігін сынағыш хан бір күні, әу жиренше, адам қалай қадірлі болады деген сауал тастайды. Қадірлі болғысы келген адамға 3 жолдас керек дейді жиренше табан астында. Ие, қандай жолдас? Бақыт, дәулет, ырыс. Ал басқа пәле не қайдан? Басқа пәле тілден. Кәріліктің белгісі не деп білесің? Қаратауға қар жауар, қарсы алдында жел тұрар дейді жиренше. Қыз алған қандай? Қыз өзің білердер. Жеңге алған қандай? Жеңге өзім білемдер. Жесір алған қалай? Балам білер деп айтар дейді. Бас биінің білгірлігіне хан осылайша тәнті болады екен. Тағы бір қысқаша әңгімесі былайша болады. Әз Жәнібек ортасында жиренше шешені бар, бір топ нөкерлерімен құс салып, тазы жүгіртіп, сайраңдап келе жатса, алдарынан көл шығыпты. Көл жағасында бір топ қаз бір-бір аяқтарын көтеріп жусап тұрады. Хан жігіттеріне, томағаларын сыпырып, құстарыңды қоя беріңдер дейді. Жігіттер дабыл қағып, құстарын қоя береді. Аяқтарын көтеріп жусап тұрған қаздар екі аяқтап жорғалап барып, аспанға көтеріліп кетеді. Осы бір сәтті пайдаланған хан жиреншені тағы бір сынамақ болады. Жиреншем, әлгіде бір аяғымен тұрған қаздар екі аяқтап жорғалап кетті ғой, бұл қалай? Сонда жиренше саспапты да,
Хан ием, сіздің басыңызға әңгір таяқ ойнатып, дабыл қақса, екі аяқтап емес, төрт аяқтап қашарсыз деген екен жиренше. Келесі әңгімеде жиренше жайлы және оның жұбайының жауабы. Бір күні аң аулауға шыққанда, ханның лашынғысы ұшып кетіп, жиреншенің үйінің төбесіне келіп қонады. Жиреншенің әйелі оны ұстап алып, түлентіп, желпінтіп қояды. Соны естіп, құсын алуға ханның өзі барады. Жиренше үйде жоқ екен, зайыбы бүркеніп шығып, ханға құсты алып береді. Хан қараса, құсқа томаға кигізіп, тігіп кигізіп, қолғап тігіп, құлпыртып, балақбау есіп жарастырып қойған екен. Бұрын томағаны, қолғапты бұл жұртта көрген білген жан болмапты. Жеңдермен ұстап, жұмсақ жүндеп құстың аяғына уықтың бауын тағады екен. Ұшқанда сонысы бір құлаш боп ұшып алып, аяғына оралып жүреді екен. Сондықтан хан не құсына қарарын білмей, не қатынға қарарын білмей, атынан ауып түсіп қала жаздайды. Біз бүгін осында қонамыз дейді хан. Үйде еркек жоғын көріп тұрсыз, алда жалда еркек жоқта қонақ боламын десеңіз, араға біраз күн салып, бір айналып келіңіз дейді. Кіріміз болса жуынып, қонақ жабдығын хал келгенше даярлап тұрайық. Және жігіт желеңмен келмеңіз. Көп қонақты күтуге шамамыз келмейді. Өз басыңыз ғана болсын дейді жиреншенің жұбайы. Хан жарайды деп, оңаша келіңіз дегенге дәмелі болып, көңілі есіп қайта береді. Сонымен бірнеше күн өткен соң хан жалғыз өзі келеді. Хан келген соң әйел алдынан шығып, қолтығына демеп түсіріп, қолынан ұстап үйіне кіргізеді. Бар дүниелігін жайнатып, құлпыртып қойған екен. Көрпе жаюлы, төсек салулы, шымылдық күтулі тұр. Ханды жайғастырып, әйел тамақ жабдығына кіріседі. Жалғыз қалған хан айналасына көз салса, үйдегі нәрсенің бәрі кестелеген. Жастықта да, көрпеде де, шымылдықта да, орамалда, дастарханда да, бәрінде де кестемен тіккені бір жазу бар екен. Ол біреудің есігін қолыңмен қақсаң, өз есігіңді біреу аяғымен тебер деген сөз екен. Хан бұл сөзге түсінген жоқ. Есіл-дерті әйелдің етегі нәпсінің жетегі болып отыра береді. Жиреншенің әйелі бір уақытта палау басып, әртүрлі ыдысқа салып, әкеліп, ханның алдына қойыпты. Хан палау әртүрлі ыдыста болған соң, басқа қой деп, әр қайсысынан бір алып отырады. Бәрінің де дәмі бірдей болған соң, бұл қалай деп қайран қалады. Тақсырау, ыдысымның басқалығы болмаса, бәрі де бір тамақ, дейді әйел. Ханмен біраз отырып, әзіл жарасқан соң, тақсыр ас айнысы не түзейді дейді. Хан мұз түзейді. Май айнысы не түзейді дейді. Хан тұз түзейді. Қатын тұз айнысы не түзейді дейді. Хан бәлен дей алмайды. Тағы да әйел халық айнысы не түзейді дейді. Халық айнысы хан түзейді. Хан айнысы кім түзейді дейді. Сонда хан дәнеме дей алмай, ұялғанынан бетінің терін сүрте береді. Ақыры айыбына қолындағы жүзігін сыйлап, хан қайтып кетіпті деген аңыз.